Ассаляму алейкум қыздар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шоколадный бархат тортын жасаймыз. Бір қоржымызға, мискаға 4 жұмыртқа мен шекерді жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. 2 есек көтерілген жұмыртқамызға сұйық май мен айранды құямыз. Өлшенген ұнымызды, разрыхлительді және какаоны ситанан өткізіп, жақсылап араластырамыз. Осындай сұйық масса пайда болу керек. Формамызды алып, массамыздың бәрін құямыз. Бір қалыпты ғып жайып, 180 градусқа духовкаға 30-40 минутқа қоямыз. Дайын болған қоржды жақсылап суытып, 2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Арасына жағатын кремнің құрамын түсіндірмеде жазып өтемін. Мен 2 қорж пісірдім. Ол 2 қорждың әрқайсысын жіптің көмегімен 2-ге бөлеміз. Сонымен 4 қорж пайда болу керек. Тортты видеодағыдай жинаймыз. Торттың соңғы қоржына соңғы кремді жағып, холодильникке 5-6 сағатқа қоямыз. Енді сыртын әрлейтін крем жасаймыз. Түсіндірмеде құрамын жазып өтемін. Бес-алты сағат өткен соң холодильниктегі тортымызды алып, сыртына кремін жағамыз. Кремді миксерлеп болған соң, видеода көрсеткендей артық ауаларын шығарамыз. Түйіршіктер қалып кетпеуі тиіс, бір тегіс крем болу керек. Мискадағы барлық кремді алдымен жағып аламыз. Шақшамыздың көмегімен толқындатып, ең басындағы кремнен бастаймыз. Тегістейміз. Шпателімізді 45 градуста қойып, айналдырамыз. Тортымыз тегіс болғанша осы әрекеттерді қайталаймыз. Шоколадты патёкты баяу отта осындай құрамға дейін ертіп аламыз. Рецептін астында қалдырамын. Қасығымыздың көмегімен біртіндеп видеодағыдай жасаймыз. Шоколадты үстіне құямыз. Біртіндеп барлық бетін жағып шығамыз. Өзің қалауымызша сәндейміз. Мен мұнда құлпынайды қолдандым.
Тортымыз дайын. Ас болсын.